14 жасқа толған көрермендерге арналған көрсетілім. Сол пандемия жалпы кәсіпорындарыңызға қандай әсерін тигізді? Қандай айырмашылықтар бар? Кейбір кісілеріміз осы өмірден өтіп кетті. Сондай жаңа өкініш жағдайлар да бар. Қазір Құдайға шүкір құрылыстың 50%-дан көбісі уже іске асырылды. Түрлі тұрғындар, экологтар цехтың өндірісі айтарлықтай зиян келеді деп айтып жатқан еді. Бізге қойған талаптардың бәрін орындап, соны іске асырып жатырмыз. Осы Казсоветтің қалдықтары қаланың кіреберісінде тау болып үйіліп жатыр. Ондағы тұрғындар уайымдап жатады, алаңдап жатады. Уайымдауына негіз бар ма? Енді негізі бар шығар. Жел тұрған кезде, ол енді кепкен кезде сәл-сәл қоршаған ортаға сәл ұқсайды. Ал сіздің жеке азаматтық пікіріңіз қандай? Осы Казсовет Жамбыл табиғатына қаншалықты зиянын келтіріп жатыр? 2020 жылы 20 миллиард теңгенің көлемінде біз салық төледік. Менің ойымша, бұл жақсы көрсеткіш. Армысыз көрермен, Тараз 24 телеарнасында кабинет бағдарламасы, оны жүргізетін мен Шерхан Абзалова. Бүгін біз еліміздегі ең ірі кәсіпорындардың бірі Казфосфат жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Мұқаш Сұлқайнарұлының кабинетіндеміз. Ендеше басшының кабинетіне бірге бастығайық. Ассалаумағалейкум, қайырлы күн. Кабинетіңізге қош келдік. Жұмысыңыз қалай, жұмыс бабы қалай? Құдайға шүкір, қалыпты. Осы кабинетте отырғаныңызға ұзақ жылдар болды. Осы салада жүргеніңізге. Ал енді мына дәл осы кабинетте отырғаныңызға қанша уақыт болды? 2004-ның шілде айынан бері. Мұндағы кабинеттегі дизайн барлығын өзіңіздің қалауыңызбен, өзіңіздің талаптарыңызбен орнатылған ба? Енді негізінде біз өндіріс адамы болғаннан кейін мынау тек қана жұмысқа ыңғайлы болса дейсің, оның жаңағы заманға сай ма, қымбат па, арзан ба, енді ол жағынан біз өзіміз немного орысша айтқанда сәл аскеттік жағдайымыз бар. Сондықтан негізінде ең керектісі хабар алып тұру, компьютер болғаннан кейін сол жағынан, қалғандары жұмыс бабында сай болса деген болды. Сол жағынан. Осыған дейін берген сұхбаттарыңыздың бірінде менде жұмыс уақыты мүлде болмайды деп айтқан екенсіз. Қазірде сондай ма? Мүлде бос уақытыңыз жоқ па? Бос уақытыңыз қалай өткізесіз ол? Негізінде әрине уақыты болады. Негізінде демалыс күндері негізінде сәл денсаулықпен айналысса, жаңағы спортпен айналысса, онан кейін жаңағы өзіңе қажетті, қызықты жаңағы бұл кітап, кино, онан кейін жаңағы отбасы мүшелері, соларға уақыт табуға тырысамын. Жақсы, ендеше сұхбат алаңын өтейік, әңгімемізді сонда жалғастыратын боламыз. Ал кабинетіңізде тағы да қош келдік дейміз. Ендеше әңгімеміздің басын бастайық. Өткен жылы еліміз ғана үшін емес, бүкіл әлемге ауыртпашылық болды, пандемия болды. Сол пандемия жалпы кәсіпорындарыңызға, өндірістеріңізге қандай әсерін тигізді? Қандай айырмашылықтар бар? Әрине, енді 20-шы жылды ешкім ұмытпайды деп ойлаймын. Сондықтан мынау ол дерт келген кезде сол наурыз айынан бастап 2020 жылы барлығына ауыртпашылық салды деп айтуға болады. Енді бізде өндірісте 6200-ден жоғары адамдар жұмыс істеп жатқаннан кейін олардың бәрін ұйымдастыру және мына елімізде жаңа толық карантин жарияланғаннан кейін мынау жұмыстан барып келу, жұмыстың ішінде жаңағы жұмыс процесін ұйымдастыру. Енді біз мынау экспортты компания болғаннан кейін 94-95%-ымыз шетелге кетіп жатқаннан кейін солардың барлығын ұйымдастыру, логистикалық схемалардың барлығын қалыптастыру, оның барлығы оңайға түскен жоқ. Бірақ соған қарамастан біз 2020 жылы өнім өндіру көлемін, өнімнің сату көлемін төмендеткен жоқпыз. 19 жылға қарағанда одан да жоғары жұмыс істедік. Бұл енді мынау кәсіптік тұрғыдан алған кезде компаниямыздың ұйымшылдығын көрсетеді. Сондықтан барлығымызда бір жаңағы коллектив болғаннан кейін, бір ұжым болғаннан кейін, сол қиындықтың барлығын басымыздан өткізіп, Құдайға шүкір, әрине мынау ол дерт біздің жаңағы
адамдарымыз да айналып өткен жоқ. Бізде де көптеген адамдар сол дертке шалынып ауырды. Кейбір кісілеріміз осы өмірден өтіп кетті. Сондай жаңағы өкініш жағдайлары да бар. Бірақ негізінде мынау өндірістік импульсты сақтап қалдық. Өткен жылдан бастап сіздер АМФО сөндіретін цехтың құрылысы басталған жөнінде айтқан болатынсыздар. Сол құрылыс қазір қалай болып жатыр? Қалай жүріп жатыр? Ол құрылысты біз сол 2020 жылы жаңағы құрылысты бастадық. Өзінің жаңағы өз этаптары бар. Солардың барлығын өткізіп келе жатырмыз. Қазір Құдайға шүкір құрылыстың 50%-дан көбісі уже іске асырылды. Біздің жоспарларымыз бойынша осы жылдың аяғында, 22 жылдың басында сол құрылыстық жаңағы монтаждық жұмыстардың барлығын сол бітіреміз деп ойлап отырмыз. Сол 22 жылдың басында іске қосуға дайындық жасап жатырмыз. Осы құрылыс басталатын кезде түрлі тұрғындар, экологтар осы цехтың өндірісі ол айтарлықтай зиян келеді деп айтып жатқан еді. Осы жөнінде не дейсіз өзіңіз? Қаншалықты орынды айтылып жатқан? Енді біздің жаңағы заводтың тұрған жері, бұл енді завод ешқашанда қалаға қарай жылжыған жоқ. Бұл заводтың біз былтыр 70 жылдығын тойладық. Соны былай қарайтын болсаңыз, ол завод 70 жыл бұрын қаладан алшақ жерде салынған болады. Ал енді сол жылдардың ішінде әрине мынау қала өсіп заводқа жетіп қалды. Бірақ бүгінгі заманға сай біз барлық экспертизаны өттік. Жаңа қондырғылар, мынау экологиялық экспертизаның бәрін өткен. Сондықтан біз енді мынау өзіміздің қаланы барлық аймаққа бөлетін болсақ, біз енді өндірістік аймақ дейміз, қаланы біздің завод тұрған жақта. Менің ойымша ол жердегі істелініп жатқан бүгінгі тірліктер барлығы заманға сай. Сондықтан біз мынау қала тұрғындарына ешқандай зиянды келтірмейміз. Сондықтан қондырғылардың барлығы бүгінгі кездегі ең былайша айтқанда заманға сай қондырғылар. Сондықтан олардың барлығы шығатын ауаға өте аз болады. Сондықтан ал енді ол жердегі ең үлкен мынау қалдықтардың ішінде мына фосфогипс деген бар. Оның қазір біз ол өндірісті іске қосқаннан кейін ол қалдықтардың барлығын мынау Жаңа Жамбыл фосфор заводының ар жағында осыдан 20 километр жерге тасимыз. Сондықтан біз барлық бізге қойған талаптардың бәрін орындап, соны іске асырып жатырмыз. Бұл жердегі тағы бір мәселе, осы цехтың құрылысы кезіндегі одан шығатын қалдықтарды мамандар оның көлемі 1,3 тоннаға жуық деп айтып жатыр. Осы жөнінде не дейсіз? Енді қалдықтар енді бізде мысалы былай алып қарайық та, енді біз барлығымыздың Қазақстанда мынау халықтың арасында мынау жер қойнауында біздің таблица Менделеевтің байлықтарының барлығы бар дейді. Барлығы бар. Ал енді сол байлық осы халыққа, осы Қазақстан азаматтарына жұмыс істеу үшін не істеу керек? Ол бір үлкен жаңа жобаларды іске асыру керек. Ол өзінен өзі жердің астында тұрып халыққа қызмет жасамайды ғой. Оны ешқандай жаңағы сізге табыс алып келмейді, әркім басына алып келмейді. Оны жаңағы осы біздің Қазақстанда байлығымыз бар деп жаңағы әңгіме айта бергенше соны іске асыру керек. Сондықтан сол жобалардың бірі, енді мынау Жамбыл облысындағы ең үлкен біздің жаңағы жер астындағы байлықтарымыздың бірі бұл фосфорит кендері. Сондықтан оны жаңағыдай өзінің екі-ақ түрі бар. Бірі жаңа сары фосфор арқылы, екіншісі фосфор тыңайтқышы арқылы. Сондықтан біз осы екі әдіспен де жұмыс істеп жатырмыз. Сондықтан менің ойымша біз осы жобаны іске асырғаннан кейін Қазақстандағы бірінші компания 1 миллион тоннаға дейін шығарады. Сондықтан ал қалдықтардың барлығын бұл жерде бұл қаланың шетінде болмайды. Сондықтан оның барлығы да осыдан 20 шақырым жерге біз енді әрине оның барлығы осы жобаны қымбаттатып жатыр, бірақ біз енді соған қарамастан сол жаңағы іс-шараға кірісіп кеттік. Енді біз енді осы экспертиза өткен кезде сол шараларға баруға мәжбүр болдық деп айтуға болады. Сондықтан менің ойымша осы өндірістік жобаларды іске асырудағы біз бүгінгі Қазақстандағы алдыңғы қатарлық компаниялардың қатарындамыз.
Ұзақ жылдан бері Казфосфаттың қалдықтары қаланың кіреберісінде таудай болып үйіліп жатыр. Бірақ мамандар ондағы фосфогипстің келтіретін зияны жоқ деп айтып жатыр. Ал бірақ ондағы тұрғындар уайымдап жатады, алаңдап жатады. Олардың алаңдауына қаншалықты негіз бар? Енді негізі бар шығар, себебі біріншісі мынау енді анда-санда мынау қаламызда, облысымызда жел тұрған кезде, ол енді кепкен кезде сәл-сәл мынау қоршаған ортаға сәл ұшады. Ал негізінде бұл химиялық құрамы, оның өзі бұл химиялық мелиорант, сондықтан фосфогипс бүгінгі кезде мынау ауыл шаруашылығында істейтін қожалықтардың көп барлығы алып жатыр. Біз барлық жерге, оның жерді жаңағы негізінде тұзды жерлердің барлығын жаңағы қолдануға сондай барлық осы ғылыми зерттеу институттарымен бірге соның барлығын жаңағы инструкцияларын, олар методикаларын барлығын бергенбіз. Сондықтан адам қатеріне мен сізге осы ресми түрде айтам, оның ешқандай қатері жоқ. Яғни тұрғындар оны алаңдамай қойса болады. Алаңдамай қойса болады. Негізіне оны алып, даже өздерінің мынау жер учаскелерінде, мынау көкөніс өсірімінде алып оны қолдануға біз әрқашанда қолдаймыз. Бүгінгі кезде осымен 5 жыл болды, біз оны тегін тарқатып жатырмыз. Себебі біз оның барлығы, енді оның көлемі өте үлкен. Сондықтан біз мынау министрліктермен, жаңағы әкімшіліктермен бірге барлығымен жұмыс істеп жатырмыз. Сондықтан негізінде қазір енді мынау жер мәселесіне көп көңіл бөлініп жатыр. Қазақстанда бүгінгі тұзды жерде қолданылмайтын жерлердің көлемі өте үлкен. Сондықтан ең бірінші олар жерлерді қайтадан қолданудың ең үлкен әдістерінің бірі осы фосфогипсті қолдану. Біз оның бәрін түсіндіріп айтамыз. Бұл негізінде ауыл шаруашылығына керекті материалдардың ең қажеттісі деп ойлаймын. Осыдан 2 жыл бұрын осы қалдықтарды төгетін арнайы полигон соғамыз деп жаттыңыздар. Салып жатырмыз. Аумағы 400 гектарды құрайды деп жаттыңыздар. Салып жатырмыз. Оның құрылысы енді қашан аяқталады? Оның құрылысы осы заводтың екінші кезеңін бітірген кезде сонымен бірге бітеді. Қазірдің өзінде оның да 60%-дан артығы уже салынып қойды. Қазіргі осы сіздердің зауыттарыңызда мамандар саны жеткілікті ме? Қазақстанда қаншалықты жеткілікті даярланып жатады? Енді негізінде мынау 90 жылы, 2000 жылдың басындағы кадр мәселесіне біз көптеген өзіміздің мынау кеңес одағындағы кездегі позицияны жоғалтып алғанбыз. Себебі енді қазірдің өзінде мынау ауылдық жерлерден жастарымыз көбісі қалаға келеді. Енді мынау кеңес одағы кезінде ауылдан келген жастардың барлығы негізінен өндіріс орындарына барып жұмыс істейді. Шын айту керек. Ол жерге жаңа сол кездегі мынау кәсіптік техникалық училищелер болды, соларды бітіріп, жаңа жұмыс мамандықтарын алып, қазіргі келген жастар ауылдық өндіріс орындарына бармайды. Негізінде. Енді оны былайша айтқанда, егер ол әңгімені тілге тіре кететін болсақ, негізінде жастардың барлығы сауда-саттық жағына, жаңағы қиналмай жұмыс істеп айлық табатынына, күн көрісін солай өткізгісі келеді. Менің ойымша, бұл көзқарасты бәріміз өзгертуіміз керек. Себебі барлық жастар сауда-саттық орнында оларға орын табылмайды. Сондықтан менің ойымша, өмір деген өзі қысқа нәрсе ғой. Сондықтан әркім өзінің жаңағы өмірін дұрыс жоспарлау керек деп ойлаймын. Сондықтан әрине біз соңғы жылдары мемлекет тарапынан колледждеріміз бар, жоғарғы оқу орындарында бар, өндірістік мамандықтарға көп қаржы бөлініп жатыр. Олардың жаңағы біз сол колледждердің бәрімен жұмыс істеп жатырмыз. Енді баяғыда 10 жылдағыдай бұрын, 90 жылдағыдай жағдай қазір ондай емес. Бірақ күрт өзгерді деп айтуға әлде болмайды. Сондықтан өзінде біз өзіміз жас балдармен, біз өз тарапымыздан жоғарғы оқу орындарында жастарымызды оқытып жатырмыз. Одан кейін осы колледждермен жұмыс істеп мемлекет тарапынан оқыған жастардың барлығын өзімізге практикаға алып, олардың жаңағы дуальдық система дейді ғой, солармен барлық колледждермен жұмыс істеп, ол жағынан біз жұмыс істеп жатырмыз. Бүгінгі енді менің ойымша сол 1-2 жылда ол жағдай өзгереді деп ойлаймын. Себебі қазірдің өзінде қоғамда көзқарас өзгерді. Менің ойымша енді соның нәтижесін күту керек деп ойлаймын. Бірақ біз де жергілікті атқарушы органдарда,
мынау министрліктерде барлығы осы салада осы жүйеде жұмыс істеп жатыр. Менің ойымша сол 1-2 жылда жағдай өзгереді деп білемін. Қазірдің өзінде біздің компанияның орта жасы 42 жас қазір. Оның 35-ке дейінгі жастар 35-37% бүгінде құрап отыр. Бұл өте жақсы көрсеткіш. Енді мынау өзімізде негізінде қазақ балдары мен қазақтың қыздары біздің компаниямызда 83% осы өзіміздің ұлтымыздың балдары мен қыздары жұмыс істеп жатыр. Бізде бас мамандар да, орташа деңгейдегі мамандар да, кейін жаңағы ұжымдарды басқаратын мамандар да өзіміздің балдарымыз бен қыздарымыз. Сондықтан химия өндірісінде былай қарап отырсаңыз, біздің өзіміздің қазақ ұлтының балдары бәрі жұмыс істеп жатыр. Сондықтан оған қуану керек. Енді химия өндірісі бұл күрделі салалардың бірі. Оны жаңағыдай әркімнің қолынан келе бермейді. Сондықтан енді солтүстік жақта, орталық Қазақстанда, батыс Қазақстанда да барлық индустрияның басқа салаларында өзіміздің ұлттың балдары да қыздары да жұмыс істеп жатыр ғой. Менің ойымша ешкім бізге бір шетел азаматы бізде жоқ. Сондықтан барлығы осы өзіміздің барлық осы жаңағы біздің компанияда 100% осы Жамбыл облысының тұрғындары жұмыс істеп жатыр. Яғни мамандар саны жеткілікті. Біз енді әрине, мысалға мен басшы ретінде мынау заводтың қасында барлығы дайын тұрса да, бізде әртүрлі болады ғой. Енді біреу басқа жұмыс орындарын дейді, біреу тұрмыс құрады, біреу жаңағы зейнеткер болады, біреу денсаулығына қарай жұмыс орындары. Бізде де жаңағы орындар босайды. Сол кезде дайын маман болса, әрине мен де қуанатын едім. Бірақ ондай жағдай қазір жоқ. Сондықтан әр кеткен маманның орнына жаңа маман дайындау үшін 2 жыл уақыт кетеді. Ал қазіргі осындағы жұмысшылардың, мамандардың орташа жалақысы қандай? Биыл біздің 2021 жылдың басында қазір 190 мың теңгені соған жеттік. Сол мақсатымыз мынау жылдың аяғында 200 мың теңгеден асыруымыз керек. Менің ойымша бұл да әлі көп деп айта алмаймын, бірақ негізінде әрине тапқан таянғанның барлығын айлыққа жіберіп ертеңгі күнді ойламасаң болмайды. Сондықтан біз енді мен басшы ретінде біріншіден тұрақтылықты ұйымдастыруым керек. Ертеңгі 5 жылдан кейін, 10 жылдан кейін бұл өндіріс орындары жұмыс істеуге сол жағын мен жоспарлап, соны бүгінге осы жастарға ертең жұмыс істейтін жағдай жасауымыз керек. Сондықтан біз барлық жағынан, енді біз жекеменшік компания болғаннан кейін өзіміздің акционерлердің олардың жаңағы мүддесі бар, оларды шешу керек. Компанияда істеп жүрген жұмысшылардың, инженерлердің олардың жағдайын жасауымыз керек. Ертеңгі күннің жағдайын жасауымыз керек. Әрине солардың барлығын ұйымдастырып, соның бәрін жаңағыдай іске асыру меніңше оңай тірлік емес, бірақ біз сол бағытта жұмыс істеп жатырмыз. Статистикаға сүйенсек, жыл сайын сіздер салық ретінде миллиардтаған қаржы төлеп жатасыздар. Ал сіздің жеке азаматтық пікіріңіз қандай? Осы Қазфосфат Жамбыл табиғатына қаншалықты зиянын келтіріп жатыр? Менің ойымша ешқандай зиян келтіріп жатқан жоқ. Жамбыл облысында өндіріс орындары болғаннан кейін оның өзінің жаңағы көрсеткіштері болады. Кейін мемлекет тарапынан қойған талаптар болады. Біз олар талаптардың біреуінен де жаңа асып кеткен жоқпыз. Одан кем жасап жатырмыз. Сондықтан мысалға егер біз 2020 жылы 20 миллиард теңгенің көлемінде біз салық төледік. Менің ойымша бұл жақсы көрсеткіш. Жылдан жылға біз төлеп жатқан өндіріс көлемі өскен сайын салық көлемі де өсіп жатыр. Менің ойымша біз осы Жамбыл облысында ең үлкен жұмыс орнын ұйымдастыратын компаниямыз. Сондықтан менің ойымша егер өндіріссіз облыстың экономикасы ешқашан дамымайды. Сондықтан енді бұл Жамбыл облысында екі жаңа экономиканы алға тартатын локомотив бар. Бірінші өндіріс орындары, екінші ауыл шаруашылығы. Егер ауыл шаруашылығы біз сияқты деңгейге жететін болса, біз тек қана қуанамыз. Жақсы, Қазфосфат, енді сіздер қоғамдық шараларға да белсене араласып тұрасыздар. Осы жыл сайын балабақша, мектеп, жол жүргізіп жатасыздар. Ал енді алдағы уақытта сіздердің басты жоспарларыңыз қандай, басты нысандарыңыз қандай?
әлеуметтік жағдайынан ба? Әлеуметтік жағынан. Әрине, әлеуметтік жағдайында мысалға бізде компания жұмыс істеп жатқаннан кейін біз оларда сауықтыру орындарымыз бар, өзіміздің жаңағы санаторийіміз бар. Мына балдарды сауықтыратын орнымыз бар, жаздың күндері ұйымдастыратын спорт алаңдары бар, өзіміздің жатақханаларымыз бар, асханаларымыз өзімізде бар. Әрине, сондықтан олардың барлығы да бүгін жұмыс істейді. Сондықтан біз қоғамда болып жатқан жаңағы оқиғаларға бізді барлығына қатысамыз. Мен өзім жаңағы осы көптеген қоғамдық жұмыстармен айналысқаннан кейін одан да қалыспаймын. Менің әріптестерім де одан қалыспайды. Компаниямыздың жастары барлығы спорт шаралары болсын, мәдениет шаралары болсын, облысымыздағы болып жатқан барлық іске қатысады. Қатысқанда алдыңғы қатарлы деп айтамын. Мен мысалға біз енді мынау жанкүйерлік ұйымбыз ғой, сондықтан мынау спорт жағынан Казхозфаттың жаңа спортшылары барлық ойын түрлерінен тек қана алдыңғы қатарлы, тек қана финалда ойнаймыз. Сондықтан ол өзіміздің жастардың жаңа жеткен деңгейі деп ойлаймыз. Сондықтан біз барлық жағына қатысамыз. Келеңсіз жағдай елімізде болып жатқанда біз компания сыртта қалмайды, барлығы қолымыздан келгенше өз үлесімізді қосамыз. Менің ойымша, біз мынау қоғамнан бөлек сыртта тұрып жұмыс істеп жатқан жоқпыз. Біз қоғаммен біргеміз, халықпен біргеміз. Сондықтан 6200 адам, оның жаңағы, ол тек қана біздің компанияда. Қасымыздағы біздің жаңағы құрылыс компаниялары бар, жаңағы бізге көрсететін әртүрлі жаңағы сервисті қызметтер бар. Олардың бәрін есептейтін болсаңыз, 12-13 мыңнан артық адам осы компанияның арқасында жұмыс істеп жатыр. Төлеп жатқан салығымыз бар. Енді қандай көрсеткіш керек тағы осы. Сондықтан біз, менің ойымша, халықпен, қоғаммен, елмен бірге істеп жатқан ұжымдардың біріміз деп ойлаймын. Яғни басшылық қызметте отырған, ең ұзақ уақытта отырған бас директор деп өзіңіз айтып қалдық. Қателеспесек, биыл 16-17 жылдың төңірегінде болып қалды. Енді осы уақыт аралығында ең кездескен қиындықтар қандай? Осы сіздердің кәсіпорындарыңыздағы басты мәселе қандай? Қиындықтар күнде болады, себебі мынау экономиканы жұмыс істеуге болады. Ал жаңа экономикалық тұрғыдан ол жұмысың пайдалы болмаса, қиын болады. Ол пайдалы болу үшін жаңа алып жатқан шикізаттарың бар, олардың барлығы мынау нарыққа сай болу керек, нарықтан төмен болу керек. Өндірген өніміңді нарықтан жоғары сатуың керек. Мысалға мен сізге айтайын, біздің нарығымыз бұл тек қана Қазақстанның сыртында емес, мынау ТМД мемлекеттердің сыртында. Мысалға біздің бір нарығымыз Америка құрама штаттарында, екінші нарығымыз мысалға Индия мемлекетінде, онан кейін жаңа Қытай мемлекетінде, Еуропалық одақтың мемлекеттерінде. Оларға жеткізу керек, оларға жаңағы олардың барлығына сағат сайын, мысалға олар бізге жаңағы тапсырыс берген кезде, мысалға 20 маусым күні сағат 9-да біздің заводымыздың алдында сіздің өнімдеріңіз болу керек. Ар жағында 25 күні, 27 күні. Соның бәрін ұйымдастыратын осы өзіміздің қызметкерлер. 30-ға жуық мемлекет бар, 33 мемлекет. 33 мемлекетке жуық қолды. Соның бәрі оңай тірлік емес, Америка құрама штатына қалай жетесің мысалға, ол тек қана мынау ТМД елдерінен өтуің керек, Европалық одақтарынан өтуің керек, одан кейін жаңа портқа жетуің керек, порттан кейін анау үлкен кемелерге салуың керек, оны мұхиттан асып өту керек, оны ол жаққа түсіру керек, ол жақтан жаңағы автомобиль бар, темір жол бар, оны салып, оны сол заводтарға жеткізу керек. Оңай тірлік па? Оңай тірлік емес. Біз мысалға енді талай осы елде тұрғаннан көріп жүрміз ғой, жаңа жұмыс орындары ашылғаннан кейін, бизнес орындары ашылғаннан кейін, біз бір ауданнан қалаға жеткізе алмаймыз. Сондай ғой, біз мысалға сол қаладағы сөрелерге жеткізе алмаймыз. Мысалға біздің облысымыздың әкімі жаңағы ауыл шаруашылығы жақында өндірген заттарды қаладағы біз сауда орындарының сөрелеріне жеткізу проблема. Біз 10-15 мың километр жүріп сояққа жеткізуіміз керек. Сондықтан менің ойымша экспорттық компания болған өте қиын нәрсе. Сондықтан әрине оның барлығын
ұйымдастыру, оның барлығын адамдармен кездесу. Әрине, мынау қазіргі пандемия кезінде қиыншылықтар туып жатыр. Біз мысалға уже биыл 2-ші жыл кетті, олармен тек қана жаңа гаджет арқылы, мынау компьютер арқылы олармен жаңа кездесіп жатырмыз. Бірақ ол мынау тікелей араласқанда ауыстыра алмайды ғой, мысалға болмайды. Сондықтан уже кездесу керек, олармен отырып жаңағыдай шай ішу керек дегендей, кофе ішу керек, олармен жаңағы дос болу керек. Біз енді бүгін сол ескі жаңағы багаждың арқасында келе жатырмыз. Сондықтан егерде осы елімізде, дүние жүзінде осы дерт тезірек аяқталатын болса, әрине біз қазір конференцияларға қатыса алмай қалдық. Біз анау жәрмеңкелерге қатыса алмай отырмыз. Оның барлығы мынау жаңа болып жатқан жаңалықтар, техникалық, технологиялық, олардың барлығын жаңа көрмей жатырмыз. Қиыншылық па? Әрине қиыншылық. Сондықтан егер осы жылдың аяғында бәрі Құдай қаласа бәрі бітіп орын-орнына түсетін болса, әрине сондықтан олармен араласу керек. Сондықтан тек қана соның арқасында ғана біз мынау интеграция дейді ғой, интеграция барлық жағынан ол болмай, ол қиын болады. Мынау тұрған Ресей Федерациясына жете алмай жатырмыз. Ол жерде де жаңағы біздің компанияның әріптестері бар, нелері бар, инженерлер, компаниялар, олармен де араласу керек. Сондықтан менің ойымша, әрине бұл өте үлкен қиыншылық бізге осындай барлығымызға басымыздан өткізіп жатырмыз осы қиыншылықтарды. Енді олардың бәрін шешу жолдары әрине біріншіден осы өз елімізде осы дертті тезірек бітіруіміз керек. Қазір енді бірақ жол бар дейді ғой, вакцинация салу. Біздің мысалы компания, мен бүгінгі айтайын, 6200 адамымыздың 5200-і уже вакцинациядан өтті. Мақсатымыз осы айдың аяғына таман жаңағы максимально, енді әрине денсаулықтар болады, сол 95-97%-ға жеткізуіміз керек. Сол сияқты осы елімізде де барлық азаматтар сондай көзқараспен баратын болса, сонда біз осы дертті тезірек жеңеміз. Жақсы, енді жаңа алдында айтып өткен, осы өздерінің денсаулығы үшін тұратын жерлеріне уайымдайтын, алаңдайтын, осы кассациядан шығатын қалдықтарды жөнінде айтатын тұрғындарға өзіңіздің айтарыңыз қандай? Енді 6200 адам сол өндіріс орнында жұмыс істеп жатыр. Құдайға шүкір, барлығы аман есен. Тұрғындарға айтатын алаңдайтын ешқандай нәрсе жоқ. Сондықтан біз бұл компания, осы Қазақстанның компаниясы, осы еліміздің компаниясы болғаннан кейін біздің ешқандай мақсатымыз жоқ біреуге жаңағы осындай залал келтіретін. Сондықтан біз қолымыздан барлық келіп жатқан осы технологиялық әдістердің барлығын қолданып келе жатырмыз. Сондықтан мынау жылдан жылға әрине мынау экологиялық требования дейді, олардың барлығы күшейіп келе жатыр. Біз соның барлығын Құдайға шүкір осы уақытқа дейін іске асырып келе жатырмыз. Енді мынау июль кезінен жаңа экологиялық кодексті іске кіріседі. Әрине біздің өзіміз жоспарларымыз бар. Сондықтан мынау министрлікпен бірге біз жұмыс істеп, енді қазір бізде жаңа кодекс бойынша біз мысалға қазір былтырдың өзінде 3 миллиард теңгенің көлемінде жаңағы экологияға салық дейді, оны төледік. Ал егер қазір жаңа кодекс бойынша біз сол салықты бүгін өзіміздің жаңа экологиялық шараларды іске асыруға қолданылатын мүмкіншілігіміз болады. Бізде соны жаңағы жоспарлап соған дайындалып жатырмыз. Егер Құдай қаласа сондай мүмкіншілік берілетін болса, әрине одан кейін жаңа қондырғылар алып, негізінде біз осы қоғамда қалыптасқан пікірді өзгертуге болады. Ал енді жаңағы қала тұрғындарына біздің жаңағы жұмыс орындары қалай жұмыс істеп жатқаны есігіміз ашық. Мен осы жердегі барлық экологиялық активистер бар, белсенді адамдар бар, барлығына айтқаным, сіздер барсыздар, есік ашық. Егер осы кәсіпорын қалай жұмыс істеп жатыр, көрейік дейтін жаңағы өздеріңіздің ынталарыңыз болатын болса, оның бәрін ұйымдастырамыз, есік ашық әрқашанда. Соны менің ойымша істеп жатқан тірліктерді көбірек халыққа түсіндіріп көрсету керек. Ол әшейін тек қана мынау не дейді, бақ көлемінде тек қана жазып қойып, тек қана оларды тексеру, оларға сену меніңше дұрыс емес. Сондықтан менің ойымша алаңдататын ешқандай жағдай жоқ. Жақсы, ендеше бізге уақыт бөліп, кабинетіңізге қонақ қылғаныңызға рахмет. Бізге уақытыңызды бөліп, осындай сұхбат беріп, ендеше жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Рахмет. Бізге уақыт бөліңізге тағы да рахмет. Өздеріңізге жаңа абыройлы болыңыздар, халықпен бірге болыңыздар. Жақсы, көзқарақты көрермен, сіздермен келесі аптаның сенбісіне дейін жолыққанша дейміз. Аман сау болыңыздар. Тәулік тынысы Тара 24 телеарнасы қосылып тұрсын.